Сәлеметсіздер ме? Мен Бекметова Гүлбаршын, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, номер 7 тұран мектеп гимназиясының 9 сынып оқушысымын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың енгізген төтенше жағдайына байланысты біз қазір үйдеміз, яғни карантиндеміз. Мен осы уақытымды бос өткізбес үшін өзімнің сүйікті ақыным Фариза Оңғарсынованың өлеңдерін жаттап жүрмін. Фариза Оңғарсынова, әке, ана. Әкем біреу, анам да біреу менің. Мен жығылсам сүйенер тіреулерім. Олар барда мереке көргенімен қабақтарын шытқаны тінергенім. Менің досым әкесін жеп көреді. Біз белесе жоқ оның деп сөгеді. Жамандайды сыртынан тістенеді, бір-біріне бітпейді өкпелері. Дос тапса да адамдар, тапса да аға. Әке жалғыз табылмас ақшаға да. Жамандасаң әкең саған әке, жақсы әкесін береме басқа бала. Әке білек, саусағы балалары, қан тамырмен жалғасқан аралары. Ана тамыр бойымен бәріне де тіршіліктің жылуы таралады. Рахмет.